Сот үкім етті. Айбулат Аппалатович Букенов қылмыстық кодекстің 190 бабы 3 бөлігінің 4 тармағы, 194 бабының 1 бөлігі, 218 бабының 1 бөлігінен көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасауда кінәлі деп танылсын. Оған қылмыстық кодекстің 190 бабының 3 бөлігінің 4 тармағы бойынша 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 194 бабының 1 бөлігі бойынша 2 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 218 бабының 1 бөлігі бойынша заңсыз жолмен табылған 1.244.917 теңге пайданы, 35.262 теңге 28 тиын және 165.927 теңге 18 тиынды тәркілеу арқылы 2 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 58 бабының 3 бөлігіне сәйкес қылмыстардың жиынтығымен онша қатаң емес жазаны неғұрлым қатаң жазаға сіңіру арқылы түпкілікті қылмыстық жолмен табылған 1.244.917 теңге пайданы, 35.262 теңге 28 тиын және 165.927 теңге 18 тиынды тәркілеп 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 46 бабының 5 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Букеновтың жазаны өтеу орны қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіздік мекемесі тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабының 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Букеновтың 2026 жылдың 25 ақпанынан үкім заңды күшіне енгенге дейін күзетпен ұстау уақыты орташа қауіпсіз мекемеде жазаны өтеудің 1,5 күн есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабының 4 бөлігіне сәйкес Букеновке 3 қыркүйек 2025 жылдан 25 ақпан 2026 жылға дейін үйқамақта ұстау уақыты бас бостандығынан айыру түріндегі жаза мерзіміне 1 күнге 2 күн есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Букеновтың жаза өтеу мерзімінің басталуы үкім заңды күшіне енгеннен бастап есептелсін. Букеновтың үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына өзгертілсін және ол дереу сот залынан қамауға алынсын. Жәбірленушілер Қуанышбекованың, Шакировтың, Сердалиннің, Искаковтың, Турсунбаевтың, Лаврентьевтің, Бақымияровтың, Қапановтың мүліктік залалды өндіру туралы